Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmetli muhtaram cemaat, бүгінгі қозғалатын тақырыбымыз Пайғамбар алейхиссалату вассалам саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадисте, Абдулла ибн Астан жеткен хадисінде, бұл яғни мұсылман өзге мұсылманға, өзгелерге қолымен де тілімен де зиян келтірмейтін жайында Пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисінде айтқандай: Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама ал-муслиму ман салим ал-муслимуна биядихи ва лисанихи дейді. Мұсылман адам ол басқа мұсылмандарға қолымен де тілімен де зиян тигізбейді деген хадис. Яғни ол өзгеге тілімен біреуге зиян келтірмейді дегені, біреуді балағаттап, біреуді ғайбаттап, біреудің кемшілігін айту тілімен, ал қолмен зиян келтіру деген жаңа қолмен біреудің ақысын алу, біреуге қол жұмсау, ондай мұсылманның бойында болмау керек. Өйткені Пайғамбар алейхиссалату вассалам жайлы, мінез құлқы жайлы сұраған уақытта, Айша анамыздан сұрағанда, Пайғамбарымыз қандай дегенде, мінез құлқы оның Құран деді. Сондықтан Пайғамбар алейхиссалату вассалам әр уақытта өзгелерге, қоршаған ортасына, қоғамына әр уақытта ол үлгіде болған. Сондықтан мұсылман адамда өзгелерге де жаңағы үлгі болуға тырысу керек. Қоршаған ортасына, яғни қоршаған ортасына дегенде, мына тұрып жатқан ортаға ол жаңағы отан сүйгіш жағынан өзін тәрбиелеп, өзгелерге де жаңағы зиян нәрселерден тыйылу керек. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда келтіргендей: «Инналлаха ла юғаййиру би қаумин хатта юғаййиру ма би анфусихим» деді. Мұсылман адам, яғни Алла Тағала бір қауымды, мұсылманды өзгертпейді, ол өз-өзін өзгертпейінше. Яғни жақсы жаққа мұсылман адам өзін тәрбиелеуге тырысу керек, өзін өзгерту керек, өзін жақсылыққа тәрбиелеп, өзгелерге де үлгі болу керек. Сондықтан мұсылман адам жаңағы қоршаған ортасына араласқан, яғни ол мұсылман болсын, өзге дін ұстанушы болсын, өзгелерге де, көршілермен де ол әр уақытта жаңағы жақсы қарым-қатынаста болып, үлгі тұтарлықтай тұлға болып тәрбиелеу керек, өзін көрсете білу керек жақсы жағынан. Сондықтан мұсылман адам жаңағы өзгеге тілімен де қолымен де зиян келтірмейді дегені, ол еш уақытта жаңағы біреудің ақысын жемейді, біреуді жаңағы балағаттамайды, аузына жаңағы ашу ыза келгенде өз-өзін ұстай білетін мұсылман адам сол уақытта ол жаңағы өз-өзін жақсылыққа тәрбиелеп, жақсылыққа, инабаттылыққа, имандылықта жолында жүрген болса, ол еш уақытта басқаларға да зиян келтірмеуге тырысады. Алла Тағала мына жалпы айтылған хадистерде, аяттарда келтіргендей, біздер мұсылман адам өзгеге жаңағы үлгі болуға тырысып, тұла бойындағы қандай мұсылманның бойында болу керек, қандай қасиеттер болу керек, сонымен жүре білсе, ол әр уақытта, еш уақытта да қолмен де, тілімен де өзгелерге зиян тигізбейді деп білеміз. Жалпы араласқан уақытта да қоғам ішінде болсын, көршілермен болсын, қызметтестермен болсын, ол мұсылман адам өзінің жақсы жағынан өзін көрсетіп, өзгелерді тәрбиелеуге тырысу керек. Алла Тағала жаңағы жоғарыда оқылған аятта келтіргендей, мұсылман адамды Алла Тағала жалпы өз-өзінің бойындағы кемшіліктерін түзетпейінше Алла Тағала оны өзгертпейді деген сияқты. Жақсы жаққа мұсылман адам әр уақытта өзін тәрбиелеп, өзгелерге де үлгі болуға тырысу керек. Алла Тағала мына айтылған аят хадистерге амал етуді баршамызға нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Дұға тілектерімізді Алла қабыл етсін.